Сәлем достар. Бүгін бір сабақ қарау барысында өте бір құнды ақпарат көзіме түсті. Жалпы мүмкін біреуіңіз білерсіздер, мүмкін біреуіңіз білмейсіздер, бірақ бұл жолы маған тағы да осы ойымды шегелеуге, ойымды менің айтып жүргенімді тереңірек түсінуге көмектесті. Мынандай жасағанда, тәжірибе жасаған. 3 түрлі стаканға күріш салып, үстіне су құйып, қараңызда, солайынан 3 түрлі қойған, бөлмеге қойғанда. Оның біріншісінде тек қана жақсы сөздер, тек қана жақсылықтар, тек қана жақсы позитив нәрселер ғана айтқанда, қараңызда, екіншісіне ештеңе айтпаған. Не жақсы, не жаман қойған. Үшіншісіне тек қана жаман нәрселер айтқан. Мысалы, өлім деген сияқты, не оңбаған, бірдеңе, тек қана жаман сөздер. Қараңызда, сонда нәтижесінде 3 результаттары тура сондай. Біріншісіне кәдімгі жалтырап, нұрланып, сондай бір керемет болғанда, ал екіншісі не жақсы емес, не жаман емес, бір қалыпты, орташа. Сондай істеген. Ал үшінші бөлмеде тұрған су, ішіндегі күріш өзімен өзі қап-қара болып кеткен да. Көрдіңіз бе? Қап-қара болып кеткен. Бұл нені білдіреді да? Қараңызда, адамның да 80% судан тұрады. 80% сұйықтықтан тұрады адамның денесінің де. Тура сол сияқты, бұл өмірің жаман болса, ол сіздің сол ақпараттарды көп естігендігіңіз, сол жаман ақпараттарға көбірек сенгендігіңіз, сол жаман ақпаратты көбірек сезінгендігіңіздің нәтижесі. Ал жақсы болса өміріңіз, ол да сіздің жақсы нәрсеге көбірек сенгендігіңіз, жақсы нәрсені көбірек сезінгендігіңіз, сол нәрселердің өмірдегі нәтижесі. Көрдіңіз бе? Бұл жақсылық, жамандық, жақсы сезім, жақсы сенімдер көзге көрінбейді, бірақ нәтижесімен береді. Көрдіңіз бе? Жаңағы тәжірибе жасаған кезде ол нәтижесімен беріп тұр. Күріштің қараюы, күріштің ағаруы суда тұрған. Көрдіңіз бе? Ал өмірде де сондай, көзге көрінбейді, бірақ өмірімнің сапасыз болуы, мәнсіз болуы, қарыздан қарызға кіріп жүруіңіз сол нәтижесімен береді. Ал керісінше, дұрыс ойда жүрген адамдар, дұрыс сенімде, дұрыс нанымда, дұрыс сезімде жүрген адамдар, нәтиже сондай. Өмірінің бәрі тек қана жақсылыққа толы, адамдар тек қана оған алғыс айтады, және өмірде басқалар оған үнемі сыйлық сыйлап жүреді, үнемі көңіл күй, әдемі сезімдер мен әдемі өмірдің ғажайыптары ол кісінің алдынан шыға береді. Нәтижесімен. Көрдіңіз бе? Бұл менің айтып жүрген сенім және сезім, өзіңді дұрыс нәрсеге сену және дұрыс нәрсені өміріңде отқан сезіну деген нәрсеге, бұл кәдімгі дәлел. Көзге көрінбейді, нәтижесімен. Көзге көрінбейді, бірақ нәтижесімен. Жақсылық та, жамандық та сондай. Сондықтан да бүгінге бір түйген лайфхак, өте құнды ақпарат, түсінген адамға әрине, сенген адамға әрине. Сондықтан да өмірлеріңізді толыққанды қолға алу, өзгерту өзіңіздің қолыңызда. Әр адам өз реалдығының, өз өмірінің былайша айтқан кезде жасаушысы, қандай болатынын жасайды. Сондықтан да осы үлкен біз бақытты адамбыз, өте бақыттымыз. Неге? Өйткені осындай бір мүмкіндік біздің қолымызда тұр да. Бүгінгі өміріңіз ұнамады ма, толыққанды
ертеңгі күннен бастап, дәл бүгінгі сәттен бастап басқаша өмір сүруге бізде құқық бар. Таңдау бар да, көрдіңіз ба? Басқаша ойлауға құқық бар, таңдау бар. Көрдіңіз ба? Ол тікелей сіздің қалауыңызбен сіздің әрекеттеріңізге байланысты келетін нәрсе. Сондықтан да біз көп жағдайда ойдан таяқ жейміз да. Мен қазір мына өзгеріп кетіпті ғой деп айтады деп. Вот көрдіңіз ба? Өзгеріңіз. Бүгінгі өміріңіз ұнамай ма? Басқаша өмір, басқаша техникалар, басқаша ой, басқаша сенімдер, басқаша әрекеттер жасаңыз. Ол ұнамаса тағы басқаша әрекеттер жасаңыз. Вот көрдіңіз ба? Сізде құқық бар әрекет жасауға, мүмкіндік бар. Сіз просто өзіңізді тежейсіз. Айналам не ойлайды, құрсын өзгеріп кетті деп айтама деген сияқты. Жоқ. Аз ғұмырда дұрыс таңдау жасап, дұрыс өмір сүруге толыққанды мүмкіндік, құқық беріліп тұрғанда, соны барынша өзіңізге қолданып қалыңыз. Сол кезде өмір сүрдім деп толыққанды айта аласыз. Бүгінше осы сіздермен бөлісейін деген жақсы бір ақпаратым, осы сіздерге бір жақсы ой салады деген сенімім бар. Сондықтан да сіздермен бірге болған мен, Қарасақал Жақсылықұлы. Қолданыңыздар, өмірлеріңізге нәтижесін міндетті түрде көресіздер. Сау, саламатта болыңыздар.